Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala Bakara suresinde bulay deydi. Estaizu billah. Ve qalu kulubuna gulf. Bel la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Sadakallahul azim. Bu ayatın mağnasında olar Yahudiler arдақты пайғамбарымызға Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, бұлай деп айтады: біздің жүректерімізде перде бар деп айтады. Бәлкім Алла Тағала олардың қарсы тұрып Аллаға күпірлік еткендіктері себебінен оларды лағнеттеген болар. Бірақ сондықтан олардың азы ғана иман келтірушілерден болды. Бұл аяттың мағынасына қарайтын болсақ, бұл жерде ардақты пайғамбарымыз кезінде Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбарымыз яһудилерге Алланың ақиқатын айтып, Құран аяттар түскен кезінде сол аятты жеткізіп уағыздайтын еді. Сол кезде яһудилер оның бір бөлігін қабылдап, бір бөлігін өздерінің нәпсілеріне, өздерінің жандарына жақын емес сондай бір аяттарды қабылдамайтын еді. Яғни олар кейбіріне иман етіп, кейбіріне тәрк етіп қалдыратын еді. Міне сол қасарысқанның себебінен Алла Тағала оларды өзінің рахымынан, мейірімінен алыстатты сол сәтте. Және олардың лағнет етуімен, өзінің рахымынан алыс етуімен олар одан бетер діннен алыстап, одан бетер күпірліктің үстіне өздерінің күнәларын арттырып өсірген болатын. Осы орайда, құрметті бауырлар, бұл аяттың бізге келуініндегі ғибраты, біз, момын мұсылмандар, Алла Тағала тарапынан қандай да бір аят келген болса, және Алла Тағала тарапынан қандай бір бұйрық келген болса, біз әлбетте соны толығымен қабыл етіп, соған иман етіп, соны барынша қабылдағанымыз жөн. Өйткені осы яһудилер сол сәтте, сол кезде қасарысып, күпірлік жасағандары себебінен лағнетке ұшыраған еді. Соны бізге Алла Тағала осы Бақара сүресінің аятында бізге баян етеді. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.